Барлықтарыңызға сәлем. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мұхтар Әуезов. Жетім. Жаз ортасының қоңыр кеші. Ұлытаудың бөктерінде кештің қоңыр салқын желі еседі. Күн батып, ымырт жабылып барады. Күн батысты қалың қара бұлт басқан. Айналада күңгірт тартқан төбелер қоңырқай тартып, түн тыныштығына қарай бойсынған сияқты. Сондай жүдеп сарылған төбелердің арасымен 3 салт атты келе жатыр еді. Бұлардың беті қалың таудың іші. Күн батыста алыста жауын бар еді. Сол алыста күн күркіреп жатты. Анда-санда көкжиектің тұсында күн жарқылдап тұр. Бұлт қалың, жарқылдағы күштеді. Қара барқын тартып қараңғылана бастаған аспанда түксиген қатал қабақ, құлазып жүдеген иесіздік білінгендей. Үлкен жарықтың өшер алдында бір сөніп, бір лап етіп жанғанындай күн батыста жарқ еткен найзағай жарығымен күңгірт даланы әлде бір неге үміттендіріп тұрған сияқты. Тау бөктерінде қоңыр жел ақырындап бұлағып соғып, салбырап шерлі күйді қозғағандай болады. Табиғат салқын түсте болса да, сұлу тілді сүйдегендей, іздегендей еді. Мәңгі мұңды шермен үзіліп соққан желмен бірге жүректі ақырын шымдағандай еді. Сол кезде иесіздікте жүдеу тартып, ұйқыға батып бара жатқан даланы әнші жігіттің зар мұңлы даусы ұзақ толқынды ырғағымен тербеткендей болды. Ән салқын түсті табиғат ортасында желікті қызықты еске түсірмей, ұлы бір сабырды еске түсіргендей. Ән салған жігіттер табиғатпен жалғасатын тілді тапқандай боп, кейде баяулап қоңырлатқан, кейде шырқыраған сұлу әнмен түн құшағына кіріп келе жатты. Бұл мүйнетте адамның әні де алыста күркіреген күндей, үзіліп соққан бөктердің желіндей табиғаттың өзінен шыққан бір қуат сияқты еді. Бойды табиғат қуатындай болып тоңазытып, көңілді жүз толқытатын қуаты бар еді. Ән кейде батқан күнмен бейуаққа қоштастырған үн сияқты. Бұл жігіттер иесіз таудың ішімен түнде жүріп өтпек болып, тау сыртындағы елді бетіне алып, жалғыз аяқ жолмен түн қатып келе жатыр еді. Осы кезде осы таудың сыртында жігіттер келе жатқан жақты бетіне алып, жалғыз жаяу бала келе жатты. Жол үстінде ымырт жабылып, қас қарайған шақта жалғыз келе жатқан баланың ойында үлкен мұң, қабағында қалың қайғы бар. Табиғат балаға қатал, суық көрінеді. Жан-жақта жүдеу тартып, жұмырланған боз төбелер қайғылы сырымен, дүние шеремен сазарғандай. Бетіндегі ақ көде, сары селеуді сүйретіліп сумаңдап соққан түн желі желпи қозғап сілкінтіп тұр. Қарауытқан көлеңкелі сайлар қара түннің қараңғы сырын бауырына жиып, әлденеге сақтап тұрғандай болды. Белгісіз тұңғиық жүрегін жаншықтады. Әрі салқын, әрі қорқынышты күйді есіне түсіргендей болды. Жүрегін қорқыныш басып, жалғыздық жеп келе жатқан баланы не бастап келеді? Жеті түнде айдап шыққан айдаушы кім? Айдаушы сол баланың тағдыры еді. 10 жасар Қасымның бұдан 1 жыл бұрын кәрі анасы өліп еді. Одан жарты жыл бұрын өз әке-шешесі өлген. Өз әке-шешесі өлгенде Қасымның сүйеніші болып қалған кәрі әжесі бар еді. Қасымның кішкентай әлсіз басы тағдырдың бұның басына келерлік барлық соққысын түгелімен көріп шыққан. Алдыңғы өлімнен кейін жарты жыл өткенде кәрі әжесі өліп еді. Бұрынғы бала, бұрын еркелікпен жылайтын Қасым әжесі өлген күні шын қайғымен жылап еді. Басына аспан құлағандай уайымды сол күні көріп еді. Жақын, жанашыр жоқ болса да, маңайындағы ел әжесінің өлігін үйден алып шығарда, кішкентай Қасым үлкейген кексе кісі айтатын зардың бәрін айтып, шешесінің үстіне жығылып, айрылғысы келмей құшақтап, «Әжетай, мені кімге тастап кеттің? Мені неге алып кетпедің? Менің қаңғып қалғаным ба? Менің шынымен сорлы, шынымен жетім болғаным ба?» деп зарлағанда, елдің сай сүйегін босатып, кәрі жастың жүрегін ержіреткен еді. Қасымға өзге өліктің бәрінен әжесінің өлігі батып еді. Әжесі демі үзілген минутіне шейін қарсы алдында аяқ жағына Қасымды отырғызып қойып, содан көзін алмай жатып үзілген. Кәрі кеудесінен жаны шыққанша Қасымға ендігі қайғының қаншалық ауыр болатынын біліп, бұның сорлы болған пішінін көруге өзінің көзі шыдамай, есіркеп, барлық күшін жиып,
езу тартып күлген сияқтанып жатты. Сонда өмірді тілесе, Қасым ер жеткенше деп тілеген. Құлынымның бағанасы қатқанша рахмет, сорлы қылып қатқысатпа, сарлатпа, көрде мені күңіретпе деп тілеген еді. Әжесі осы тілектің үстінде өліп еді. Қасым сол күнгі жылауынан бастап үлкен кісідей қайғыға, қаралы күйге түсті. Шешесін жоқтап жылағанда елжіреп сүйген атасы, өз әке-шешесі түгелімен көз алдына келіп елестеп, кешегі жылы ұяны көз алдына әкеп тұрғандай болушы еді. Қасым бәрінің де атын атап шақырып, кішкені аяқ-таяққа сүйеніп тұрып, жалғыз өзі оңашаға кетіп, зарланып жылаушы еді. Қасым ұйықтаса, бақытқа жеткендей болып, өзін алдына алып сүйіп, бақытын көзін сүртіп, жүрген әке-шешелерін көруші еді. Бәрі де, біз тірлік келдік, енді өлеміз, сен қорғансыз емессің, сен жыламайсың, сенің көз жасың бізді қайта алып келді деуші еді. Қасым түсінде еркелеп, әжесінің төсін иіскеп, мені неге жылаттың деп өкпе айтатын. Ояна келсе көргені түс болса да, Қасымның көңілі солардың өлгеніне көпке шейін сенбей жүрді. Белгісізден солардың хабары әкелуші бардай, не болмаса біреуі келетіндей көңіл қиялын сол ой билейтін. Бірақ күндер өтті. Қасым жетім болды. Жетімдік бұған өзін барлық суық пішінінде емін-еркін танытты. Қатал тағдыр мықты қолымен қатты ұстады. Күннен күнге өткен сайын әжесі келмейтін болып алыстай бастады. Оның бейіті Ұлытаудың бөктерінде алыста қалды. Ауыл тау асып көшіп кетті. Әжесі тірі болған күн Қасымның көңілінен сұлу сағымдай, жазғытұрғы мамық түсті бұлттай болып, қайта оралмастай болып жоғала бастады. Әжесінің мұны уатып, айтатын ертегісі, кешкі мезгілде алдына алып көпсіне орап отырып, тербетіп айтатын сезімді қоңыр әні де жоғалды, өшті. Қасымның үміті жарық күні де батты. Әжесі өткен соң, жақынмын деп жанашыған ие болып қалған Иса деген ағайыны Қасымды қолына алды. Қасымның әке-шешесінен 30 шақты қой, 10 шақты қара қалып еді. Исаға Қасымның малын берерде жұрт, жетімнің малына қиянат қылма, өзін адам қыл, күт, асыра, жылатпа деп тапсырған болып еді. Исаның балалары көп, малы жоққа жақын кедей болатын. Ұрысқа құдолы қатыны Хадиша мен ағасы Иса қолына Қасымды алған күннен бастап, малын өз малындай иемдене бастады. Түнде ел жатқанда жетім қозыдай тасбауыр болып қалған Қасым жатұяда ұйықтай алмай, көрпенің астында үндемей жылап жатқанда Иса мен Хадишаның әңгімесін естіп еді. Сонда олар Қасыммен бірге келген малдың санын асынып, әр қайсысының түсін атап, әне бір көк саулық пен қара қойды соғымға жібереміз, қасқа сиырды сатып, үй ішіне бала-шағаға саудаға бұл аламыз деп ашыққа салып кеңесіп жатты. Қасымның көрпе астында жылап жатып, мұрнын тартып дыбыс білдіргені де олардың бұрынғы әңгімеден тыйған жоқ. Қасым осы түннен бастап бар қайғыны ішіне жия бастады. Маңайындағы көрші қатындар, сенімсіз топас шалдар, бала, малыңа ие болуға жарамайсың, сені Иса жейді ғой, сенің малыңды құртады ғой, ие бол деген сөздерді айшықтап қоятын. Қасым сөйлеп орынды сөз айтып жеңе алмайды. Бірақ көңіліне жетімдік, әлсіздік қайғысы зіл қара тастай орнап қалды. Аз заман өткенде бұрынғы толық ажарлы Қасым аппақ болып қуарып жүдеп, ылғи қабағы түйіліп, қайғы сызымен түксініп қалды. Жалғыздық, сорлылық, кебін барлық пішінін білдіретін болып еді. Бұрынғы кішкене әлсіз ойымен нобайын сезіп, қорқып күткен суық күн Қасымның басын күннен күнге суық болып созып, жақындап келе жатты. Қасымның малы ұстала бастады. Мен жетім емес пе? Менің малыма тиген обал емес пе? Деп жылап айтқан жұрттан ұғынған сөзі әсер бермейтін болды. Көк саулықтың мойнынан құшақтап жабысқан жолында Иса мен Хадишадан қабат таяқ жеді. Жылаған сайын тамақ бермейтін болды. Алғашқы қайғылы күндері Қасымның қадірі де ұзақ болған жоқ еді. 2-3 күннен соң Иса мен Хадишаның сезім дегенді білмейтін, көн болған көңілдері бұрынғы тас қалпына келіп еді. Олардың балалары бірінен бірі ерке болып шығып, Қасым қаға берісте қалатын болды. Қасымға таласа тармаса күн көру керек болды. Мал ұстағалы басында қайғыртып жылатып, кішкене сорлы жетімнің ішіне болып жиналып жүрсе де, әрберден соң ол қайғы бір бөлек қалды.
Енді Қасым тамақты да жөндеп іше алмайтын болды. Жыламаса әке-шешесі бар балалардан кезек тимейді. Оның үстіне олармен ерегескеннен таяқ та жей бастады. Қасымға бұдан соңғы бір қайғы болып малды қарастыру, қозы бағу шықты. Аздан соң өзге балалар тілазар, кәпір, бармайды деген атпен құтылып қалатын болып, Иса мен Қадишаның бейілді қабағына ырза болған күйге келіп, Қасым тезек теретін болды. Малдан кешке келіп сүрініп жығылғанда болмаса Қасымға бостандық, еркіншілік жоқ еді. Кейде Иса өз балаларын олардың малы жоқ, малдың иесі Қасым деп қойып, олардың еркіншілігіне өзі құрық беріп, Қасымның бишаралығына ашық арамдықпен қақпай салып қоятын. Бұл халдің барлығы сорлы жетімнің көңіліне күннен күнге өткен сайын арылмастай үлкен у болып жинала жүрді. Қасым енді барлық өзіне қарсы арналған арамдық, өгейлік құлықпен кәпірстан мінезді қабақтан жарты сөзден ұғатын болды. Тұрған ауылында бір адамнан мейірімді мінез көрген емес. Ешбір жанмен сөйлеспейді. Күн көзіндей жабырқап жүдеп, қабағы қатқан қайғыда. Сырт пішіні момын сияқтанады. Бірақ ішінде ылғи жетімсіреген, жалғыздықпен бірге дүниеге сенімсіздік, ешкімге жуылмайтын жатбауырлық нығайып орнай бастады. Бұл мінез өсіп, күшейіп, ішіне мұздай болып қатқан сайын Қасым ашулы болып, қаны бұзыла бастады. Оның үстіне үнемі аштық, күтімсіздік, ауыр жұмыс қосылып, ойын шатастыра берді. Әжесі өлген соң көңілінде бір күн тіршілігіне сүйсінгендей ашық күн болған емес. Кішкентай Қасымның түсі де, көңілі де қартайып жүдеп барады. Бұл уақытта Қадишаның қолы үйреніп қалған таяғы күннен күнге жетім ит, жетім неме деген көзге шұқып жиі-жиі тие бастады. Бүгінгі Қасым жалғыз келе жатқан түннің алдында таңертеңнен кешке шейін Иса мен Қадиша бұны үйіне жолатпай ауылдан қуып жүріп сабап еді. Ақырғы рет кеш алдында күні бойы жылаумен үздігіп әлі біткен Қасым жетімектің барлық сорлылығына бойсынған пішінімен Исаның үйін жағалап келе жатыр еді. Жаутаңдаған көзімен жылы шырай іздеп келе жатқанда алдында бұрынғыдай зәрленіп тұрған Исаны көрді. Иса бұған сен қарсы келдің деген зілмен тағы да ұрмақшы болып қарсы жүгірді. Сол уақытта Қасым жаны күйіп шыдай алмай жылап жүріп сөйлеп, мені мұндай сорлық қылғандай не жазып едім? Неңді жеп едім, жазығым қуарып қалған жетімдігім емес пе? Деп жерде жатқан үлкен тасты ала салып, төніп келіп қалған Исаны тізесінен періп кеп жіберіп, далаға қарай қаша жөнеліп еді. Иса аузына келгенін айтып боқтап, аяғы мертігіп, бақ етіп отырып қалды. Қасым сол бетімен тас лақтырып қуған балаларға жеткізбей, үлкен тауға қарай жөнеліп еді. Ауылға енді қайта бара алмайтынын біліп, зарлап еңіреп, әжесі мен атасынан атын атап шақырып келе жатқан бұрыннан ойлап жүрген бір көмескі ниеті есіне түсті. Ол ниеті ел жайлаудан қайта оралып, қыстауға таман жақындаған соң, сол қыстау маңында зираты бар әке-шешесінің басына бармақшы еді. Олардың басына мал сойып апарып, Құран оқытайын дегенде алдында Иса мен Қадиша ұрсып, қабыл алмай, малды сойғызбай қойған. Қазіргі Қасымның ойы енді баратын қорған жоқ болғандықтан, сол қораға барып, сол маңайда қалған жатақтарға жетіп, тау бөктеріндегі әке-шешесінің басына барып, қабырын құшақтап жылау еді. Тау асатын жолда жалғыз келе жатқан зар еңіреген жетім Қасым алып келе жатқан хал осы. Қасым жүгіре бастады. Шошынған қабақпен алды-артына қарай береді. Жетім көзі белгісіз бірдеңені күткендей болады. Пайдасыз күту. Ішінен қатты қорқып келе жатса да көзіне көрінер тірі жан жоқ. Қап-қараңғы түн болды. Қасым тау ішінде келе жатты. Бұдан кішірек күнінде көп естіген қараңғы сырлы әңгімелер болушы еді. Түнде кездесетін жын шайтандар, қара түндей жалмауыздар, сау адамды қағып кететін перілер, бұндайларды талай рет түн жүргіншілерінен шошыққан, жындандырған, көзіне көрініп елестеген әңгімелері кішкентай Қасымның көңіліне әбден қонып, онсызда науқасты әлсіз қиялында мықты орын алып қалған. Бұл уақытқа шейін Қасымды қайғы, жазықсыздық, ашу жетелеп дедектетіп келіп еді. Бұдан бұрын қайта қайту, Исаның пішінін көруден де өлімді таңдап алатындай еді. Сол күй қорқынышты оңайлатпай алып кетіп еді. Қазіргі уақытта қараңғы түннің қара желі қатайып, түн түсіп суи бастаған сайын Қасымның жүрегі қалтырап, шошынып елеңдеп келе жатты. Оның үстіне алыстағы бұлт жиі-жиі күркіреп, күн жарқылдайды.
Түнгі тау, қара жартас, алыстан перілер мекендей болып, жарқ етіп, қайта қараңғылыққа батып жоғалады. Түн қараңғылығы жалт еткен жарықты тездетіп, жалмауыздай басып қалады. Тоғайда да, қалың жапырақтың арасында да қара бірдеңе жасырынып, әлденені күтіп тұрғандай. Әрбір түптің астынан қара түннің тұңғиық, суық, терең қара көздері мың сан болып қадалып қарап тұрғандай. Биік тау, мықты қара жартас, бұралған тоғай мен майысқан шалғын барлығы да түн мезгілінде Қасымның көзіне жат болып көрінді. Тас қабақты жұлдыз көзді, түндей қап-қара түсті кемпір тау үшін құйындай құпырып кетіп жүргендей. Осы сияқты ауыр мезгілде Қасымды тау ішінде жетімдік қайғысы жан ұшыртып алып келе жатты. Бір мезгілде Қасым қорқып, дірілдеген жүрекпен маңайына жалтаңдап әр нәрсені үркіп келе жатқанда күн жарқ етті. Сол уақытта сол жиегінде бір кішкене тоғайға келіп қалған еді. Оқыста көзін жұмдырып, шошытып қалған жарықтың ішінде Қасым көз алдынан елбеңдеп жөнелген бір нәрсенің түсін шалып қалды. Шошынып өне бойы мұздап, жүрегі лүпілдеп соғып кетті. Бұл кеткен сол тоғай ішінен ұшқан жынды құс еді. Бірақ Қасымға ол көптен күткен қараңғы сырлы күшті қуаттың бірі болып көрінді. Сол кезде Қасым шешесінің қабіріне қарай тартқан жетім жүрек өзге денесінің іркілейін дегеніне ерік бермей ілгері дедектеп алып жүріп кетті. Бірақ бұл уақыттағы серігі кім? Періште дегені осы ма? Әлде жын ба? Әйтеуір енді алдында бұлдырлап, елістеп жүгіргендей болып елбеңдеген бір нәрсе жолын бастап келе жатқан сияқты. Қасым бір уақыт кісі екен деп ес көргендей болып еді, артынан шоши бастады. Жүрегі сенімсіздік қаупімен тағы да лүпілдеді. Ақырын жүріп кейіндегісі келді. Бір мезгілде бетіне құтырып ысқырып келіп ұйытқыған бір құйын соққандай болды. Жасқанып көзін жұмды. Қайта ашса, қараңғы түнде оттай жанған алакөз ашумен түксиіп қарап тұр. Алдында тісі ақсиған, ұзын бойлы, қолында ұзын қара пышағы бар қара кісі тұр екен. Даланың жыны осы ғой деп ойлай бербеді, анау Қасымға әмірлі дауыспен атқырып, артымнан еріп жүр. Әлсіз денеңнің шаршап талғанына қарама, аяғыңа кірген тікенге, жырған тасқа қарама, өліп қалсаң да артымнан еріп жүр деп жүріп кетті. Әлсіз жетім, ағатай, жетіммін дей беріп еді, алакөз қайта жарқ еткенде артынан жүгіріп кетті. Қасым өкпесі үзілгенше ентігіп жүгіріп отырды. Көз ұшына жоғалып кетті. Түн ортасы, барған кезде таудың осы мөлшеріне бөктерге келе жатқан үш жігіт жетті. Бұлар аяңшыл, арттардың екпінімен тастық жолды тықырлатып, таудың сала-саласын бір құлап, бір өрлеп, жолды қуалап келе жатыр екен. Ұзақ жол жалықтырып, түн ұйқысы жеңе бастаған жүргіншілер бірінің артына бірі түсіп, тізіліп келе жатқан. Бір уақытта бір тоғайдың тұсына келген кезде аттары оқсырып, ішін тартып тоғайға қадалып жүрмей үркіп тұрып қалды. Сол уақытта жаңбыр бұлтты тауға таман жақындап, жел қадаңдап, күннің күркірегені желеп тұр еді. Күн әдетінше жарқ етті. Сонда үш жолаушы алдарындағы ағашқа сүйеліп жығылып, қатып тұрған баланы көрді. Басында бұлар шошып, аттары да үркіп атып кетсе де, артынан оралып дыбыстап, әлгі жерге қайта келді. Бұлардың көп айқайына ешкім дыбыс бермеді. Аздан соң аттан түсіп қасына келіп қараса, жыртық киімді, өңі құп-қу болып, қаннан айырылып жүдеген 11 жасар бала екен. Ол өлік. Бірақ денесі әлі түгел мұздап та болған жоқ екен. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.